Саламатсыздар ма 7-ші сынып оқушылары, бүгін біз 2-ші тоқсанға арналған тжб тапсырмасының бірінші нұсқасын қарастыратын боламыз. Бірінші тапсырма: егер y тең k бөлінген x функциясының графигі a нүктесінен өтсе, коэффициентінің мәнін табыңыз дейді. Яғни оқушылар, k коэффициентінің мәнін табыңыз дейді. Мұндағы a нүктесінің координатасы 1 және -4-ке тең. Сонда оқушылар, бізде y -4-ке тең, ал x 1-ге тең. Енді y-тің орнына -4-ті қоямыз, k белгісіз, x-тің орнына 1-ді қоямыз. Сонда k-ны табу үшін x пен y-ті көбейтеміз, x 1-ге тең, көбейтеміз -4-ке, сонда -4 болады екен. Сонда оқушылар, бізде жауабы d болады. Екінші есеп: мынандай функция берілген, яғни y тең -7-тен 4x -12 функциясының абсцисса осімен қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз. Мұнда оқушылар, біз y-ті 0-ге теңеп аламыз. Сонда -7-тен 4 x -12 тең 0 деп аламыз. -7-тен 4x тең болады 12-ге. Енді x-ті табу үшін 12-ні бөлеміз. 12-ні бөлеміз -7-ден 4-ке. 12-ні өзін жазып алып, көбейту амалын жазып алып, 4 пен 7-нің орнын ауыстырамыз. Оқушылар, 12 мен 3-ті қысатамыз. Мұнда 1, мұнда 3 болады. 3-ті -7-ге көбейтетін болсақ, -21 болады. Сонда -21-де 0 болады. Демек, A нұсқасы болады екен. Келесі оқушылар, үшінші тапсырмада 0-3 нүктесіне өтетін және y тең -5x функциясының графигіне параллель болатын функцияны формуламен жаз. Оқушылар, мұндағы бізде x 0-ге тең, ал y 3-ге тең. Жалпы оқушылар, сызықты функцияның негізгі формуласын жазалайық. y тең kx қосылған b. Бізде оқушылар, егерде функциялар беріліп, мұндағы k1 мен k2 тең болатын болса, олардың графигі параллель болады. Енді оқушылар, мұндағы b-ны тауып алайық. Ол үшін y-тің орнына 3-ті қоямыз, k көбейтілген, x-тің орнына 0-ді қоямыз, қосылған b деп аламыз. k мен 0-ді көбейтсек 0 болып кетеді, сонда b бізде 3-ке тең болады екен. Енді формуласын жазатын болсақ, y тең болады -5x қосылған 3-ке. Мінекей оқушылар, мына функция мен мына берген функцияның екеуінің графигі параллель болады екен. Келесі оқушылар, 4-ші тапсырмада социологтар мектептің 20 білім алушысынан өткен айда әрқайсысы қанша кітап оқығандықтары туралы сауал алған кезде мынандай сандар екенін анықтады. А тапсырмасына берген ақпарат үшін абсолютті және салыстырмалы жиілік кестелерін құрыңыз. Ал Б-да ең көп таралған оқылған кітап санын көрсетіңіз. Ал С тапсырмасында салыстырмалы жиілік кестесін қайшылықсыздыққа тексеріңіз. Оқушылар, мінекей мұндағы сандарға қарап абсолют жиілігін құрастырамыз. Кітаптар саны мінекей 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Абсолют жиілігі, салыстырмалы жиілігі. Салыстырмалы жиілікті бөлшек түрінде алсақ та болады, немесе пайызбен алсақ та болады. 0-ді есептейміз. 0, мінекей 1, 2. Яғни 2 оқушы мүлдем кітап оқымаған. Бірлерден 1, 2, 3, 4. Сол сияқты 2-ден 3, 3-ден 5, 4-ден 2, 5-ден 3, 6-дан 1 екен. Енді оқушылар, барлығы 20 білім алушы, 20-дан 2 деп аламыз. Қысқартып 10-нан 1 деп алсақ та болады. Мұнда 20-дан 4. Қысқартып 5-тен 1 деп алсақ болады. 20-дан 3, 20-дан 5, 20-дан 2, 20-дан 3, соңғысы 20-дан 1. Енді оқушылар, пайызбен жазатын болсақ, 10-нан 1 болады. Пайыз бізде 10% болады. Қысқарып 5-тен 1 болады, яғни 5-ке бөлгендегі 1 бөлігі 20% болады. Мұнда бізде 15%. Мұнда 4-тен 1 қысқарады, 25% болады.
Мұнда 10%, 15%, мұнда соңғысы 5% болады. Барлығын қосқан кезде 100% болу керек. 10, 30, 45, 70, 80, мына екеуі 20 болады, 100% болды. Енді оқушылар ең көп таралған кітап санын сұрап тұр. Ең көп таралған кітап саны мінекей оқушылар 3, абсолют жиілігі 5 болып тұр екен. Яғни С тапсырмасында салыстырмалы жиілік кестесін қайшылықсыздыққа тексеріңіз дейді. Яғни оқушылар салыстырмалы жиіліктердің барлығын қосқан кезде мәні 1-ге тең болу керек. 20-дан 2, қосамыз 20-дан 5-ті, қосамыз 20-дан 2, оқушылар өздерін көріп тұрғандай бөлімдерін барлығы бірде ортақ бөлімге келіп тұр екен. Алымдарын қосамыз де 2, 6, 9, 14, 16, 20 болады. 20-ны 20-ға бөлетін болсақ 1 болады. Оқушылар келесі 5-ші тапсырма теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңіз. Теңдеулер жүйесіндегі берілген теңдеуді функция түріне келтіреміз. Ол үшін y тең 2 минус 0 бүтін 1 бүтін 15 x деп боламыз. Y тең болады. Y мұнда ауысатын болса, оң таңбамен 6 теріс таңбамен ауысады. Сонда 0 бүтін 15 x минус 6 болады. Енді осы берілген функциялардың таблицасын құрамыз. 2 азайтылған 1 бүтін 15 x. Мұнда y тең болады 0 бүтін 15 x минус 6-ға. Енді оқушылар 2 санды алсақ болады. 0 және 2-ні немесе өздерін кез келген 2 санды алып таблица құрсаңдар болады. 0-ді қоятын болсақ 2 болады. 2-ні қоятын болсақ минус 3, минус 1 болады. Мұнда 0-ді қоятын болсақ минус 6 болады. 2-ні қоятын болсақ 1, минус 5 болады. Енді осы нүктелерді белгілеп аламыз. 0-де 2, мінекей 0-де 2, 2-де минус 1, және 0-де минус 6, 2-де минус 5. Енді осы нүктелерді қосамыз. Оқушылар осы нүктелерді қосып, ары қарай сызғыштың бойымен барынша созып алсаңдар да болады. Мұнда 0-де минус 6, 2-де минус 5 еді. Енді оқушылар осы екі графиктің қиылысқан жері жауап қыламыз. Мінекей 4-те минус 4 болады екен. Төртте минус 4, яғни x 4-ке тең, y минус 4-ке тең екен. Оқушылар келесі 6-шы есепте математикадан жазбаша емтихан нәтижелері абсолют жиілік полигоны түрінде берілген ақпаратты талдап анықтаңыз дейді. Оқушылар мұнда максималды балл, мінекей өздерін көріп тұрғандай 10 балл. А тапсырмасында таңдама көлемін, Б тапсырмасында көпшілік оқушылардың алған баллы. Егер 8, 9, 10 балдарын жоғары нәтиже деп есептесек, жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар пайызы. Оқушылар мінекей мұнда қараймыз. 1 балл алған оқушы 0, яғни ешқандай оқушы 1 деген балл алмаған. 2 балл алған оқушылар саны мінекей 5, 3 балл алған оқушылар саны 3-ке тең, 4 балл алған оқушылар саны жоқ, 5 балл алған оқушылар саны 2, сол сияқты 6 балл алған оқушылар саны 11. Осы графикке қарай отырып жазамыз. Мінекей 1 балдан 0 оқушы, 2 балдан 5 дедік, 3 балдан 3, 4 балл алмаған дедік, 5 балдан 2 оқушы, 6 балдан 11, 7 балдан 9 дедік, 8-ден 4, 9-дан 5 оқушы, 10 балдан 1 оқушы алған екен. Мінекей 10 балдан тек қана
10 балды бір ғана оқушы алған екен. Енді барлығын қосатын болсақ, 5 қосамыз 3-ті, қосамыз 2 қосылған 11 қосылған 9, 4, 5, 1 таңдама көлемін тауып отырмыз. 8, 10, 20, 30, мұнда 10, 40 болады. Енді Б тапсырмасы бойынша оқушылар ең көп алған, көпшілік оқушылардың алған балы, мінеки оқушылар, көпшілік оқушысы, яғни 11 оқушы 6 бал алған екен. 6 дейміз. Енді С тапсырмасы бойынша егер 8, 9, 10 балдарын жоғары нәтиже деп есептесек, жоғары нәтиже көрсеткен оқушылардың пайызы. Жалпы оқушылар 40 оқушыны біз 100% деп аламыз. Мұндағы 8, 9, 10 балдаған оқушылар саны 10. Қалай шыққан жасайғы? 4 қосылған 5, қосылған 1. Бұл бізде x пайыз. Сонда біз x-ті табу үшін 10-ды көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 40-қа. Сонда оқушылар қысқарады, 4-тен 1 болады. Көбейтеміз 100%-ға. 1-ді 4-ке бөлетін болсақ, 0,125, 100-ге көбейтетін болсақ, 25% болады. Сонда 8, 9, 10 бал алған оқушылардың пайызы 25% екен. Яғни 4-тен 1 екен. Енді оқушылар 7-ші тапсырмада мынандай функция берілген. Функциясының графигі абсцисса өсі -2-ден 0 нүктесінде қияды. А тапсырмасында А мәнін анықтаңыз. Функцияны y-тен kx қосылған b түрінде жазыңыз. Ал С тапсырмасында сызықтық функцияның графигін салмай, график қай ширектен өтпейтінін анықтаңыз. Оқушылар, мұндағы бізде x -2-ге тең, y 0-ге тең. Енді орнына қойып А-ны табамыз. Сонда А қосылған 1, көбейту -2, қосу А -1 тең болады 0 деп аламыз. Енді 2-ні көбейтеміз, Аға -2А болады. -2-ні 1-ге көбейтсек -2 болады. Қосылған А -1 тең болады 0-ге. Аларды біріктіреміз, -2А, мұнда А -А болады. -2 мен -1, -3 болады. Теңдіктің оң жағына +3 болып ауысады. Сонда А тең болады -3-ге. Енді келесі y тең kx функциясы, яғни kx қосылған b функциясы түріне келтіріңіз деген. Y тең деп алып, аның орнына -3-ті қоямыз. -3 қосылған 1, көбейтеміз x-ті, қосылған -3, аның орнына -3-ті қоямыз. -1. Енді y тең, мұнда -3 пен +1 -2 болады. Көбейтеміз x-ке. Мұндағы -3 пен -1 қосылады, -4 болады. Мінеки, y тең kx қосылған b түріне осылай келтіреміз. Енді С тапсырмасы бойынша сызықты функцияның графигін салмай, графигі қай ширектен өтпейтінін анықтаңыз деді. Оқушылар, мұнда мінеки бізде k -2-ге тең, ал b бізде -4-ге тең. Егерде оқушылар k бізде 0-ден кіші болатын болса, бізде осы функцияның графигі бірінші ширектен өтпейді. Оқушылар, мінеки түсінбеген сұрақтарым болатын болса, немесе түсінбеген есептерім болатын болса, комментарийға жазып сұраңдар. Сау болыңдар.